Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Қарағанды техникалық университеті геология және пайдалы қазба кен орнын барлау кафедрасы. Пайдалы қазба кен орны геологиясы пәні бойынша номері 6-шы зертханалық жұмыс. Зертханалық жұмыстың тақырыбы грейзиндік кен орындары. Зертханалық жұмыстың мақсаты грейзиндік кен орындарының құрамы мен негізгі массасы мен кен денелерін зерттеу және грейзиндік кен орындарының негізгі түрлерімен танысу. Гранитті массивтермен тығыз байланысты грейзинг кен орындары әлемнің көптеген аймақтарында белгілі. Кен орындары гранит массивтерінің байланыс аймақтарында, әсіресе олардың күмбез тәрізді шығыңқы жерлерінде локализацияланған және тамырлы штокверктік, сондай-ақ желілік штокверктік болып табылады. Ірі аудандарда және құбыр тәрізді кен орындары сирек кездеседі. Жүйелері бір, екі немесе одан да көп жүйелердің тектоникалық жарықтарымен шектеледі. Штокверк денелері интрузивті массивтердің эндоконтактілі бөлігінде және интрузивті аймақта орналасқан. Штокверктердің ішкі құрылымы өте күрделі, өйткені ол үлкен бұзылулармен де, бірнеше ұсақ тектоникалық жарықтармен және сүйістірушы жыныстардың қабаттылығымен де анықталады. Күмбездердің граниттері ең қарқынды грейзендендірілген. Құм тақтатас қабаттарында грейзенизация әлсіз көрінеді. Кварц, мусковит, флюорит негізінен ұсақ жарықтарды орындайды. Сипатталған кен орындарының кендері кешенді. Олардағы негізгі кен минералдары вольфрамит, касситерит, молибденит, берил, ал жекелеген кен орындарында литий бар, бертрандит, висмутин және слюда бар. Вольфрамиттің касситерит пен вольфрамиттің молибденит берилмен байланысы жиі кездеседі. Грейзинг кендеріндегі сульфиттердің мөлшері аз, бірақ кейбір кен орындардағы висмутин өнеркәсіптік болып табылады. Минералдану процесі көп сатылы болады. Алдымен граниттердің әлсіз альбитизациясы өтеді. Содан кейін турмалин, топаз, флюорит және басқа минералдармен грейзиндер пайда болады. Осыдан кейін тектоникалық қозғалыстарға байланысты вольфрамит, касситерит, берил бар кварц желілері пайда болады. Келесі кезең сульфитті, ал соңғы кезең карбонатты немесе кварц карбонатты кезең болып келеді. Мысал ретінде Қазақстанның кешенді желі штокверк кен орындарының бірін қарастыруға болады. Кен орны мусковит граниттерінің жоталы шығыңқы жиегімен шектелген және күрделі геологиялық құрылымы бар. Суретте грейзендік молибден, вольфрам, бериллий кен орнының схемалық геологиялық қимасы берілген. Кен денелері желілік және штокверк болып табылады. Кварц, берил желілері аз қуатты мусковит аймағымен нақты байланысқа ие. Оларда кварц, вольфрамит, молибденит, берил, кварц, берил, флюорит, мусковит, кварц, берил және топаз, кварц, берил минералды бірлестіктері ерекшеленеді. Негізгі желілі минерал кварц болып табылады. Қосымша минералдар мусковит, топаз, кенді минералдар берил, молибденит, вольфрамит, бертрандит, солерит, висмутин болып табылады. Кварц желілі кен денелері қарапайым бір минералды қауымдастықтан тұрады және бірнеше ассоциациялардың минералды агрегаттарынан құралған күрделі болып бөлінеді. Кен желілері грейзиндік жиектермен жүреді. Олар шеткеріге қарай кварцталады және силициттелген тақтатастармен ауыстырылады. Кен минералдары бір түйіршікті немесе кристалды түйіршікті агрегаттар мен қылшықтар түрінде кездеседі. Карбонатты жыныстардағы грейзинг кен орындары кең таралған және еліміздегі әртүрлі аймақтарында және басқа да елдерде кездеседі. Олар карбонатты және карбонатты тақтатас қабаттарының таралу аймақтарымен шектелген. Барлық кен орындары үшін палеозой, мезозой және одан да жастағы гранитті интрузивтермен генетикалық байланыс нақты белгіленеді. Граниттер ликократ,
алиастит, пегматоид, аплит, аз қалыпты биотит және құрамында фтор бар аксессорлық минералдардың көп мөлшерімен сипатталады. Көптеген жағдайларда интрузиялар кварц тамырларымен, бериллмен, грейзиндермен, литий слюдалармен, фтор, қалая, вольфрам және скарндармен бірге жүреді. Олардың минералдарында ұшпа компоненттер бар. Грейзиндер, скарндар пайда болғаннан кейін дамиды. Карбонатты жыныстарда грейзиндер үшін флюоридтің көп мөлшері, кварцтың аз мөлшері, кремний қышқылмен қайнақпаған минералдардың кең дамуы скарн минералдарымен тығыз байланысты. Грейзиндік кен орындар арасында мынадай негізгі типтер бөлінеді. Вольфрамид топаз кварцты, касситерит топаз кварцты, комплексті вольфрамид молибденит топаз кварцты. Вольфрамид топаз кварцты кен орындары ликократ және пегматоид гранит массивтерінің күмбез тәрізді апикал бөліктерінде және олардың сыртқы жапсар белдемдерінде орналасады. Руда денелері шток, перк, желеп пішінді болады. Басты руда минералдары вольфрамид, сонымен қатар касситерит, молибденит, висмутин ұшырасады. Сүйістіруші тау жыныстар грейзинденеді, мусковиттенеді, биотиттенеді және кварцталады. Бұл типті кен орындарына Қазақстандағы Ақшатау, Қараоба кен орнын жатқызуға болады. Чехиядағы Ценовец кен орны, Германиядағы, Франциядағы Монтебрас кен орнын жатқызуға болады. Касситерит, топаз, кварц кен орындары гипабисалфацияның ликократтық алиаскит гранитімен байланысты. Рудалы желілер мен штокперктер гранит ішінде де, жабынындағы тау жыныстарда да орналасады. Басты руда минералдары касситерит пен вольфрамид болып табылады. Сүйістірушы тау жыныстар грейзинденуге, калишпатталуға және әлбиттенуге ұшыраған. Сипатталып отырған кен орындарына Орта Азиядағы Ақтас, Чукоткада Икук кен орнын, Приморсктағы Чапаевск кен орнын жатқызуға болады. Вольфрамид, молибденит, топаз, кварц кен орындары гипабисалфацияның ликократтық алиаскит гранитімен байланысты. Рудалы желілер мен вольфрамид, молибденит, топаз, кварц кен орындары көбінесе алиаскит граниттің күмбезінде және оларды жапқан мүйістастарда орналасады. Грейзиндерді жарылымдар, сақиналық және сызықтық жарықшақтар клеваж шекаралары бақылайды. Басты руда минералдары молибденит және вольфрамид. Бұл типке жататын кен орындары орталық Қазақстандағы Шығыс Қоңырат, Жанет, Забайкальедағы Бұлықтай, Монғолиядағы кен орындарын жатқызуға болады. Грейзиндермен маңызды өнеркәсіптік мәнге ие бериллий кен орындарда байланысты. Тапсырманың орындалу реті. Грейзинге жататын Дальний Восток кен орнының картасын сызу. Ақтастағы грейзинді кен орнының геологиялық қимасын көрсетіңіз. Үшінші Дальний Восток кен орнының геологиялық құрылымына, тау жыныстарына, минералдарына сипаттама беріңіз. Бақылау сұрақтары. Бірінші, тұтқыр жыныстар құрамының грейзиндерінің минералды құрамына әсері қандай? Екінші, граниттерде грейзин кен орындарын және олардың құрамына жақын алюмий силикат жыныстарын сипаттаңыз. Үшінші, граниттердегі грейзин кен орындарының геологиялық және құрылымдық сызбаларын және оларға жақын алюмий силикат жыныстарын сызыңыз. Төртінші, карбонатты жыныстарда грейзин кен орындары қалай қалыптасады? Олар граниттердегі грейзин кен орындарынан қалай ерекшеленеді? Бесінші, ультранегізді жыныстарда грейзин процесі қалай дамиды және қалай пайда болады? Алтыншы, изумруд кен орындарының пайда болу үшін қандай жағдайлар қажет? Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап береміз. Бақылау сұрақтарына жауап беру үшін ұсынылып отырған әдебиеттерді қолдансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.